Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода жүйке жүйесі туралы айтатын боламыз. Жалпы жүйке жүйесінің жоғындық бөлімінің, жоғындық нервтерінің арқы тармағына дейін айтатын боламыз. Жалпы жүйке жүйесі. Жүйке жүйесі дегеніміз не? Бұл адамның организмін басқарып, сыртқы ортамен байланыстырады. Жалпы жүйке жүйесімізді екі бөліп қарастырамыз: орталық және де шеткі. Орталық бөліміне бізде ми мен жұлынды жатқызамыз, ал шеткі бөліміне 12 жұп бас нервтер мен жаңағы 31 жұп жұлын нервтерін қарастырамыз. Жалпы бас нервтер 12 жұп, яғни бұл бас пен мойын аймағын нервтендіретін болса, ал 31 жұп бұл жалпы дене бөліктерін нервтендіретін болып табылады. Жалпы бізде жұлын нервтерін айтамыз, яғни шеткі бөліміндегі 31 жұп нервтер, жалпы бізде нервус спиналис деп аталады жұлын. Ол бізде 4 тармаққа бөлінеді: рамус антериор, рамус постериор, рамус менингеус және де рамус коммуникус альбус деп бөліп қарастырады. Жалпы бізде артқы тармағын тоқталатын болсақ, рамус постериор ол өз кезегінде жаңағы орналасуына байланысты 4-ке бөліп қарастырады: мойындық, кеуделік, белдік, сегіз көздік және де құйымшақтық нервтер деп бөліп қарастырады. Яғни парс cervicalis, парс thoracica, парс lumbalis, парс sacralis, парс coxaegeo деп аталады. Жалпы олардың құрамында бізде сезімтал, қозғалтқыш, симпатикалық талшықтары орналасатын болып табылады. Және де бізде олардың әрбір тармақтары латералды және де медиалды деп бөліп қарастырады. Бізде осы түзуден бөлген кездегі осьтік сызық болады, соған жақындары бізде медиалды болады, алыстары бізде латералды орналасқан болып табылады. Одан кейін бізде әрбір тармақтары кейде метамерлі орналасуда мүмкін болып табылады. Және де бізде S1, S2, L1, L3, одан кейін S1, S3, одан кейін құйымшақ нервтерін айта кетейік. Бізде бірінші S1 тармақтары. Бұл бізде nervus suboccipitalis, яғни шүйде астылық нерв деп аталады. Оның құрамында қозғалтқыш нерв талшықтары өте көбірек болып табылады. Сонымен қатар оның яғни шүйде астылық нерв болғаннан кейін ол бізде шүйденің астындағы және сол шүйде астындағы бұлшықеттерді және сол маңда нервтендіретін болып табылады. Одан кейін бізде S2 нерві, ол бізде nervus occipitalis major, яғни шүйделік үлкен нерв деп аталады. Ол бізде өз кезегінде мойын және де шүйделік ұзын бұлшықеттерді нервтендіретін болып табылады. Одан кейін бізде L1, L3, яғни бұл бізде бел бөлімінен шығатын нервтер болып табылады. Қазіргі видеодан көретін болсақ, яғни олар латералды бөлімнен, яғни nervus gluteus maximus'тың жоғарғы латералды бөлімін нервтейтін болып табылады. Одан кейін бізде nervus яғни S1, S3, яғни сегіз көздік бөлімі. Бұл сегіз көздік бөлімінен шыққан нервтер, мына видеода қарайтын болсақ, бұл бізде nervus gluteus maximus'ты тесіп өтіп, nervus gluteus medius'тың латералды бөлімін нервтейтін болып табылады. Одан кейін бізде құйымшақтық нерв, nervus coxaegeo. Ол өз кезегінде жаңағы құйымшақтық сүйектерді және де сол жердегі жаңағы сүйектің қабын нервтендіретін болып табылады.